сіздермен 5-ші сыныпқа аяқ басқарып отырған 4-ші сыныптың оқушыларымен бейімделу кезеңіне арналған сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бірінші кезекте сіздер енді білетін шығарсыздар, 4-ші сыныпты аяқтап, 5-ші сыныпқа аяқ басқалы отырсыздар, жаңартылған бағдарлама бойынша сабақ оқисыздар. Сондықтан қазір біздер сіздермен бастауыш кезеңдегі есте қалатын сәттерімізге назар аударамыз. Одан кейін 5-ші сыныпта қандай сіздерді мүмкіндіктер күтіп тұрғанына тоқталамыз. Одан кейін есте сақтау қабілеттеріңізге арналған жаттығуларды жазамыз. Одан кейін тренинг, одан кейін бастауыш сынып мұғалімді қоштасамыз, жаңа сынып жетекшілерімізбен танысамыз. Келістік қой. Ал ендеше тақтаға назар аударайық. Бүгін сабағымыздың мақсаты оқушыларды 12 жылдық жаңартылған білім беру бағдарламасына бейімдеу, екінші жаттығуларды орындату арқылы бастауыш сыныптағы жағымды сәттерін еске түсіру, орта буында кездесетін кедергілерді жеңуді үйрету. Бірінші сұрақ сіздерге оқушылар, бастауыш сыныпта қандай қызықты бір сәттер есіңізде қалды? Не қалды бастауыш сыныпта есіңізде? Айта алмайсыз. 4-ші сыныпта не қалды есіңізде? Қызықты сәттер. Қандай қызықты сәттер қалды? Көз алдына қатысқанда. Көз алдына қатысқанда есіңізде қалды. Сізде? Қоштасқанда. Бастауышпен қоштасу сәті есіңізде қалды. Еңбек сабағында салат жасаған кезде. Еңбек сабағында салат жасағанда есіңізде қалды. Ең бірінші сыныпқа аяқ басқан кезде. Бірінші ағашқа қоңырау есіңізде қалды дейді. Енді қазір содан есіңізге түсірейік, суреттер бар. Бер қарап жүріңіздер, енді оқушылар тақтаға назар аударайық. Мынау сіздердің бастауыш сыныппен қоштасу сәттеріңіз. Мына өздеріңіз айттыңыздар, бастауышта қанесінен. Екінші мынау сіздердің Наурыз мерекесіндегі көріністеріңіз. 4-ші сыныптағы. Үшінші суретте сіздер туған күндеріңізді атап өтіп жатсыздар. Гүлназ, мына кімнің туған күні? Торт әкелді. Дұрыс айтады. Гүлназдың туған күні біздің Қажыбаева. Ал мына жерде сіздер күзгі ару көрінісіне қатысып отқандарды естеріңізге алып отырсыздар. Өте жақсы. Керемет. Өзімізге өзіміз қол соғып қояйық енді. Мына қызықты сәттеріңізді енді сіздерді алдағы 5-ші сыныпта сіздер үшін жаңартылған бағдарламамен өзгеріс болайын деп отқан сыныпта не күтіп тұр екен? Соған қазір назар аударайық. Өте жақсы. Енді 5-ші сыныпта сіздердің өмірлеріңізде қандай өзгерістер болатындығына қысқаша тоқталып кетейік. Бірінші, оқу бағдарламасы мен оқулықтар ауысатсыздар. Екінші, 5 күндік оқу кестесіне көшесіздер. Үшінші, өздік және топтық тапсырмалар орындайсыздар. Төртінші, жаңа пәндер енеді сіздерге. Бесінші, жаңа мұғалімдер сабақ береді. Осы жерде енді сіздерде 5-ші сыныпта еске түсіре кетейік, мынау алтын ереже деген бар, топпен жұмыс жасағандағы біздің сызбамыз. Топ болып жұмыс жасағанда біздер нені сақтауымыз керек еді? Қайсысыңыз оқи бересіздер? Көріне ма? Мақтын оқи бер. Әр пікір құнды. Әр адамның пікірі құнды. Келесі. Гүлназ оқи бер. Топтық жұмыс жасаған уақытта бағыну керек. Өте жақсы. Келесі. Оқи бер. Ұйымшылдық. Иә, тапсырма орындау кезде, топтық тапсырма орындау кезде ұйымшылдық болу керек. Өте жақсы. Келесі. Тапсырманы орындаған кезде не болу керек оның ішінде? Әрбір тапсырманы орындағанда жаңашылдық болу керек. Және де не болу керек? Келесі. Достық бірлік болу керек. Өте жақсы. Ең соңында бүкіл тапсырманы орындап болғаннан кейін не аласыздар? Әлде не аласыздар? Мадақтау аласыздар. Өте жақсы. Келесі тапсырма сіздерге балалар. Мынау берілген екі суреттің айырмашылығын тап. Қазір мен сіздерге суреттер таратамын. Сіздер соның айырмашылықтарын табасыздар. 7 айырмашылығы бар. 7-ін табуға тырысасыздар. Келістік па? Алдарыңызға сөйлесіп жатамыз. Мынада жоқ па? Дөңгелек дейсіз. Мынада сурет жоқ па? Екі дейсіз. Біреуін таптың, иә? Біреуін таптың. Келесіңіз. Мына жерде бар, мына жерде жоқ. Екеуін таптың, иә? Дөңгелек дейсіз, дөңгелек дейсіз. Қайсы? Айырмашылықтар. Келесі. Қай жерде айырмашылық? Құйрығында да біреу мына жақта жоқ деген. Жетеуін таптыңыздар ма? Иә.
7 айырмашылық тапқан бала қайсысы? Алты. Тұрар. Қысқаша айтып қой, қай жерлерде айырмашылық? Бірінші суретте пілдің құйрығы бар, ал екіншісінде жоқ. Біріншісінде пілдің маңдайында шашағы бар, ал екіншісінде жоқ. Өте жақсы. Біріншісінде пілдің құлағында сырғасы бар, ал екіншісінде жоқ. Өте жақсы. Біріншісінде күннің ортасында дөңгелегі жоқ, ал екіншісінде бар. Өте жақсы. Так, балдар, қазір ой қозғау деген тапсырма орындаймыз. Бұл сіздердің есте сақтау қабілеттеріңізді дамыту үшін. Бірінші қатардағы сөздер: ағаш, қарлығаш, қалам, дәптер, қуыршақ. Кім айта алады? Ағаш, қарлығаш, қалам, дәптер, қуыршақ. Өте жақсы. Келесі. Екінші. Торғай, дүкен, көктем, үй, алма. Торғай, дүкен, үй, көктем, алма. Өте жақсы. Келесі. Мектеп, дала, бор, кітап, гүл. Айта алады. Мектеп, дала, бор, кітап, гүл. Өте жақсы. Есте сақтау қабілеттеріңізді қарағанда сөздерге назар аударыңыздар. Ағаш, қарлығаш, қалам, дәптер, қуыршақ, торғай, дүкен, көктем, үй, алма, мектеп, дала, бор, кітап, гүл. Келесі. Енді сіздерге тапсырма: алдарыңыздар, ақ қағазды алыңыздар, қаламдарыңызды алыңыздар, көру арқылы есте сақтау. Шағын мини шығарма жасасыздар. 8-10 сөйлемнен тұратын шағындар. Не көріп тұрсыздар, соны қағаз бетіне түсіресіздер. Келістік па? Дайынсыздар ма? Кірістік. Ал енді оқушылар сабағының соңында шағын тренинг бар, сондықтан мені келіп дөңгеленіп қоршап тұра қаламын. Шеңберге тұра қаламын. Ал енді оқушылар ортаға сіздердің 4-ші сыныптағы сынып жетекшілеріңіз Баян апайды шақырамыз. Қош келдіңіздер. Ербер, мектебіміздің мақтаншылығына тілектеспін. Бибінұр, мен саған зор денсаулық тілеймін. Әзірге, мен саған 5-ші сыныпта жақсы оқуыңа тілектеспін. Әне, мен саған 5-ші сыныпта сабақтарыңның түгелі 5-ке толуына тілектеспін. Атын Сымбат, мен сен 5-ші сыныпта озат болғанды тілеймін. Бақытты, мен саған көңіл тілеймін. Сымбат, мен саған мектепте 5 алып, әке-шешеңді халқыңды қуантай қалайлы азаматша болуды тілеймін. Ақбота, мен саған бақыт тілеймін. Олжас, мен саған зор денсаулық тілеймін. Ербер, мен саған 5-ші сыныпта сәттілік тілеймін. Мағжан, мен саған 5-ші класста сабағында 5-ке оқуды тілеймін. Талап, мен саған 5-ші сыныпта үздіктер тақтасына шығуды тілеймін. Жалғас, мен саған бақыт тілеймін. Гүлназ, мен саған зор денсаулық тілеймін. Баян апай, мен сізге осы бірінші сынып қабылдайтын уақытта жақсы оқу жылыңыз. Рахмет. Енді ортаға сіздерді 5-ші сыныпта қабылдап алатын жаңа сынып жетекшісін қошеметпен шақырамын. Өте жақсы. Осымен болар, сабағымыз аяқталды. Қатысқандарыңызға көп рахмет. Отыра беріңіздер.